Саламатсыздар ме балалар? Бүгін эсип пәнінен электростанциялар мен қосалқы станциялардың электр жабдығы пәнінен тәжірибелік жұмысты жалғастырамыз. Тәжірибелік жұмысты жалғастырамыз деген себебім барлық тәжірибелік жұмыстар бірінен кейін бірі жалғасы болып келеді. Өйткені бұл өздерің білесіңдер, біздің мақсатымыз сендерге курстық жобаны шығарған кезде есептеу үлгісін қазір шығарып жатқан есептеу үлгісін қолдана отыра өздерің келесі жылы өз тапсырмаларыңды өз беттерінше дербес шығаруларыңды үйрену. Мақсаты сонымен сабақтың алмастыру сұлбасының барлық элементтерінің кедергілерін анықтап, сұлбаны жинақтауды үйрену. Сонымен біз осы тақырыптың теориясын өттік, және оны мына ютубтан осы ссылка бойынша қарастыруларыңызға болады. Мұнда барлығы жазылған. Біз қазір есептеу ретін ғана өтеміз, теориясын қарастырмаймыз, теориясына тоқталмаймыз деуге болады. Алдындағы есептің үлгісін жалғастырып тұрмын. Естеріңде болса, менде ең соңғы есептеуде екі нұсқа болатын. Бірінші және екінші нұсқа бойынша екеуін салыстырып, тиімдісін таңдаған болатынмын. Сонда менде осы 3/2 сұлбасы өтті. Және осы сұлбаны әрі қарай жалғастырып кетемін. Мұнда былай жасалған, әр қайсы генератордың кедергілері 1, 2, 3, 4, 5 деп белгіленген, ал трансформаторлары 6, 7, 8. Бұл 500 киловаттқа жалғанған 3 трансформатор және 2 трансформаторым 220-ға жалғанған. 2 кернеу деңгейі 500 пен 220-ның байланыс автотрансформатор арқылы орындалады, және оларды осылай салып қойдым. Бұның негізі барлық көрсеткіштері мына астындағы жазылғаны белгісіз. Біз тек мына сандарды ғана белгілейміз. Келесі бізде автотрансформатор 13 болды, енді 14, 15, 16 деген сандарды қойып шығу керек. Барлық кедергілерді енді формулалар бойынша анықтау керекпіз. Бірінші генератордан бастайық. Өйткені генератордың нумерациясы бірден басталғандықтан 1-5 деп те жазуға болады, x1-5, немесе былай да жазуға болады, x1-тен x2 солайынан. Және мына жерде мына формуланы қолданып есептеліп тұр. Осының ішіндегі x-ді, екі генератордың ең бірінші тәжірибелік жұмысындағы кестесінде болып еді. Және S номинальный генератор бұл генератордың номинал қуаты. Егер де сендер 500-ті қарасаңдар, ол актив қуаты, ал 588 толық қуаты болып келеді. Ал мына жерде 10.000 деп алдым. Негізі аса қуатты электростанцияларды 10.000 алған есепті жеңілдетеді. Ал көбінесе қуаты төмен болса генератордың мысалы 100 мегавольт ампер дегенде, ол кезде 1000 деп алуға болар еді мына жерде. Сонымен негізі бұл аса қатты мән бермейді, 10.000 немесе 1000 алуға да болады. Одан кейін генератор шығарғаннан кейін блок трансформаторлардың кедергілерін анықтаймыз. Блоктық трансформаторлар бізде 6, 7, 8 деген мына жердегі мына трансформаторларым болып келеді, 6, 7, 8. Және мыналар жеке есептеледі, өйткені ол басқа трансформаторлар. Жалпы айтқанда міне ТЦ 630.000-да 500, 600.000. Оның кестесіне ораламыз. Екінші тәжірибелік жұмыста таңдаған болатынбыз. Және автотрансформаторды да сол екінші тәжірибеде таңдап едік. Соның кестесінде УК-ның қысқа түйіқталу кернеуінің мәні 14, ал жаңағы көріп тұрғандағыдай трансформатордың қуаты 630, демек осы жерге 630 қойылады. Келесі енді x9 бен x10-ды есептеу үшін 220 трансформаторды қараймыз. Оның кестесінде УК-ның мәні 12,5, қалған параметрлері бірдей болып шықты. Енді келесі біз сұлба бойынша автотрансформаторлардың кедергілерін анықтау керек. Ал мен үшінші
осындай автотрансформатор таңдаған болатынмын. 3 көбейтілген AODCTN 167500-220. AODCTN деген естеріне түсіре кетейік, бұл бір фазалы автотрансформатор, однофазный дегеннен шыққан. Сондықтан әр фазаға бір автотрансформатор орнатылады, және оның кедергілерін есептеу үшін мен мынадай формула қолданылады. XT-V, XT-S, XT-N деген параметрлерін алу керек болады. Мына жерде формуланы қайталап жазбадым бірнеше қадам, бірақ міне қараңдар, XT-V-ні осы формула бойынша 0,5 ол тұрақты жартысы, демек жартысы. Осы қосындының мына жердегі UKVN, UKVS, UKSN деген параметрлер сол автотрансформатордың кестесінде жазулы болады. Барлықтарында әртүрлі автотрансформатор болуы мүмкін. Міндетті осы автотрансформатор болады деп айта алмаймын, өйткені кейбіреуінде 2 көбейтілген AODCTN 125.000, 220 да 110. Сол кезде сендер кестеге қараңдар, мына параметрлердің мәні өзгеше болады. Және мына қуатында көріп тұрсыңдар, 3 көбейтілген 167 осы автотрансформатормен байланысты ол қуаты. Егер мен AODCTN алатын болсам, егер менде басқа автотрансформатор болса, мысалы 2 көбейтілген AODCTN 125.000, онда былай жазар едім, 2 көбейтілген 125 деп. Сондықтан мына жерге назар аударыңдар. Жаңағы шыққан мәндерін 12,25, 100-25 мына жоғарғы орам жағына кетеді. Ортаңғы орамдікі ескерілмейді, өйткені 0-ден азсан шығып тұр. Және мына жерде біраз қателесіптім, 22 деп жазу керек. 22,75 мынаның параметрі кетеді мына жаққа. Және 3 көбейтілген 167 солайның астында қалады. Сонымен автотрансформатордың кедергілерін аяқтадық. Енді әуе желілерінің кедергісі. Бағанағы видеода қарайтын болсаңдар, мынаның әрқайсысына түсініктеме бар. Демек 500 киловольтқа 0,3 таңдау қажет. Ал 1000 ол ара қашықтығы тұтынушы мен электростанция арасындағы желінің ұзындығы 500 киловольтқа 1000 таңдап тұрған себебі мына жердегі кестені қолдана білу керексіңдер. Мысалы, біреуінде 220 дейік, ең жоғары кернеуі. Содан энергожүйе тарайды. 220-ға 150 мен 250 аралығын алу керек. Ұзындығын мысалы 250-ден асырмай, бірақ біраз асып кетсе, ештеңе қате деп саналмайды. Осы шамада алыну қажет. 500-де, мысалы менде 500-де 800-1200 болып тұр. Мен ортасын алдым, 1000 деп алдым. Демек кез келген сан 1200-ге дейінгі сандарды ала берсем да болар еді. Сонымен мына жерде 500 киловольт болу керектін, бірақ формула бойынша ортақ кернеу керек болып тұр. Ал ортақ кернеуді сол видеодан қарауларына болады. Кімде 200, сол 230 алады, және тағы басқа. Мысалы 500, кімде 500 киловольт, олар орта кернеуді 515 деп алады. Бұл орта кернеу алысқа жібергендегі шығындарды ескеру мақсатымен плюс 5%-ға артып берілген кернеу. Соны квадраттап, 10.000-ді сол квадраттаған санға бөлесіңдерді, барлығы көбейтіп шығасын. 0,3 ол тек 500-750 киловольт жоғары кернеулерге, қалған жағдайларда 0,4 қойылады. Энергожүйенің кедергісін енді есептейміз. Бұл энергожүйенің кедергісінде X система мен S системаның мәні мыналар берілгенінде болу керек. Және мен оны осылай жазып қойдым. Оның кез келген санын ала беріңдер. Ешқандай қате деп саналмайды. Мысалы X системада 1 мен 2,5 аралығында. Бірақ кішкене ескеретінім, мысалы 2,5 ол 500 киловольт болса, кернеу жоғары болса, ал 1 дегеніміз 110 болса, соған біраз шамалап, соған қараңдар, назар аударыңдар. Және S система деген ол қуат, энергожүйенің қуаты, мұны да 110-ға осыдан бастап дейді. 500 киловольттарға осы аралығында 55.000, 45.000, сондай 40.000, 500 киловольттағыларға. Ал 220-ларға осылардың ортасы. Приблизительно былайынан шамалап алсаңдар, қате деп саналмайды. Келесі, мына жердегі кедергілердің негізі барлығын есептеп болдық.
Енді энергожүйенің кедергісінен кейін бізде үмітінің кедергісі дейді. Бұл кей жағдайларда ғана есептеледі, егер қысқа тұйықталу генератордың тізбегінде болса, бірақ бізде ондай қысқа тұйықталу емес. Бізде жоғары кернеулерде 500 киловольтта, 220-да. Сондықтан үмітінің кедергісін анықтамай қойыңдар. Қажет емес. Келесі енді қысқа тұйықталуды жинақтаудан бастап, бізде екі қысқа тұйықталу нүктесі белгіленген. К1-ден бастаймыз. К1-іміз бізде 515 киловольтта орналасқан. Сонымен сұлбаны жинағанда бірінші назар аударатынымыз 500 киловольтта қанша блок. Мысалы, сендерде 500 киловольтта 4 блок болса, мына жерге астына 3-тің орнына 4 қоясыңдар. 2 блоктан тұрса, шинада, онда 2-ге бөлесіңдер. 1 блоктан болса, онда тек 2 кедергі қосылады, 1-ге бөліп керек емес. Сонымен тізбекте жалғанған X1 мен X6 қосылады және 3-ге бөлінеді. Сонда біз X18 515 жақтағы кедергіні жинақтадық. Келесі 220 киловольттағы G4 генераторлар. G4 пен G5 орналасқан жерде 2 блок бар, және X4 пен X9 қосып 2-ге бөлдік. Сонымен 18-19 бар. Олардың арасында 18 пен 19 X11 қалды. Енді көріп тұрғандағыдай, және мына жақты қалай аламыз? X20-ны біз былай алдық. Әуе желісі бізде екі параллель әуе желісінің мәні бірдей болғандықтан 10,9, 12-ге бөліп, X16 деген энергожүйе бағана, ең соңғы кедергі, соған қостым. Сонда бізде мына жоғарғы энергожүйе жағында 20, 18, 19, 11. Енді көріп тұрсыңдар, мына тізбекте жалғау, мына жерде тізбекте жалғанып тұрғаның X11 мен X19, оны да тізбекте қосып жүреді де, осы екі тармақты бір-біріне параллель жалғап жүруге болады. Өйткені генераторлардың қуаты 500 бен 500, екеуінде 500-дік әртүрлі генераторларда берілуі мүмкін, бірақ біз ондай қазір есеп берген жоқпын. Барлықтарында бірдей қуат, өйткені сол есепке жеңіл болады. Сонымен қосты жаңағы автотрансформатордың кедергісін, және мен айтқанымдай екі тармақты параллельдеп, сонда X22 қалды, және X20 қандай тармақ? Екі тармақ қалады. Энергожүйенің тармағы және барлық генератордың қосындысының тармағы. Олардың арасында әрине қысқа тұйықталу К1 нүктесі орналасқан. Сонымен мына бірінші қысқа тұйықталу нүктесіне есеп аяқталды. Негізі осыған қысқа тұйықталу токтарын есептей беруге болады, бірақ біз бірден екінші қысқа тұйықталудың амалын қарастырып өтейік. X эквивалентті іздегенде мында X20 мен X18 екеуі параллель жалғанады. Өйткені мына жерде қысқа тұйықталу К2 нүктесінде соған қарай тізбекті жинақтаймыз. Екеуін параллель жинап X эквивалент деп белгілейміз, және оған тізбекте X11-ді қосқанда X результирующийдің мәнін табамыз, және S1 және S2 коэффициенттерін анықтап есептің дұрыстығын тексереміз. Шамалы бірдің мәніне жақын болу керек. Сонымен осы коэффициенттерін қолданып 0,23, 0,71-ді және оның алдындағы X результирующийдің мәнін қолданып X-1, X-2-ны таптық. Және осы соңғы кедергілер болып саналады. Одан басқа X19 мына жақтағы тармақтың кедергісі дәл осылай көшіріледі. Өйткені біз оны ешқайда есептеген жоқпыз. Ол қысқа тұйықталудың алдында болғандықтан оны тиіспедік. Сонымен 3 тармағымыз қалды. Энергожүйенің тармағы G1-3 деген 3 генератор орналасқан тармақ, және G4-5 деген 2 генератор біріктірілген 3-ші тармақ. Осы кедергілерді қолданып, және алдында қысқа тұйықталудың кедергілерін қолданып, мына жердегі X20 мен X22-ның 6,45, 1,51 деген осы мәндерді қолданып, К1 нүктесіне қысқа тұйықталу токтарын жеке шығарамыз, және К2 нүктесіне қысқа тұйықталу токтарын жеке шығарамыз. Осымен есеп аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Тапсырмаларымды тапсырыңдар.